Медиананы табудың ең оңай жолын түсінеді. Например, біз қазір 15-ті 10 рет, 20-ны 15 рет жазып тұрмаймыз ғой. Көп қол олсан слишком, я? Соқтан мен медиананы қалай табамын? Мысалы, мына шетімен басынан қарайын. Бірінші мына өсу ретімен тұру керек, өсу ретімен тұр ғой. Да, енді бұлай қараймыз. Мына жерде 15 неше рет тұр? 10 рет, ал 35 25 рет. Мынаның 10-ы кетіп қалады да, 25-тен неше қалады? 35-тен 15 қалады. Я? Себебі мына 15-тің 10-ы мен 35-тің 10-ы сылып кетеді ғой бүйтіп екі жақтан. Я? Сонда мына жерде 35-тің нешеуі қалады? 15-і қалады. Сосын 20-ның 15-і мен 35-тің 15-і екеуін істеп кетеді, бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда ортада не қалды? 25-тің 30-і қалды, сосын 30-дың 20-сы қалды. Енді мына 30-дың 20-сы мен мынаның 20-сын істеп кетеді. Қысқарып кетеді ғой. Сонда мынада неше қалады? 10 қалады. Мынау кетіп қалды. Сонда 25 неше рет тұр деген сөз ортада? 10 рет. 10 деген жұп па, тақ па? Жұп. Жұп болса, онда медианасын табу үшін 25-ті 25-ке қосып, оны 2-ге бөлеміз. Демек, медианасы нешеге тең деген сөз? 25-ке.